Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым. Кенен Әзірбаев атамыздың несіне келдік. Мынандай домбыра орнатылған екен, алтын домбыра. Екі құспен және музыкалық белгімен белгіленген қазақи ою, қошқар мүйіз, ортасында күн тәріздес және де нұрын шашқан күнге айналдырған әдемі бейне. Қарасаңыздар, міне осындай Кенен Әзірбаев атамызға кесене, осындай кесене орнатқан. Қонаев атамыз айтқан екен, Кенен Әзірбаев өмірде, өнерде қайталана бермейтін ерекше құбылыс деп айтқан екен. Міне ұлылардан айтқан сөзі. Кенен Әзірбаев 1884 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы бұл дүниеден өткен. Міне атамызға тағзым етуге бүгін келдік. Атама тағзым. Осындай аталарымыз сияқты ұрпақтар молымен өсе берсе екен қазақ елінде. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бейбіт өмірде, бейбіт елде, бейбіт жерде өмір сүретін ұрпақтарымыз көп болсын. Аумин.